Бүгінгі оқиғада Батырболдың ауылында болатын сияқты. Маған айтып жатқан сияқты ғой. Түс уақытында кім ұйықтайды? Тұра тұрыңдар. Расымен де. Мына шақ неге тыныш? Бұл кісі неге шаршап жатыр екен? Ауыр жұмыс жасаған болар. Мына кісі де шаршап жатыр екен. Мына кісі де шаршап жатыр. Мына кісі де шаршап жатыр. Мына жақта бірдеңе дұрыс емес. Бәрі бір уақытта шаршап қалуы мүмкін емес. Бұл адамдарға не болды екен? Не істеуге болады? Келдің бе? Кір. Ауыл тұрғындарына не болғанын байқадың ба? Жоқ, не болды? Бәрі жалқауланып кетті. Ешкім ештеңе істегісі келмейді. Бәрі шаршап жатыр. Ауыр жұмыс жасаған болар. Кішкене дем алсын. Сосын шаршағандар басылар. Олардың демалып жатқанына көп күн болды. Бір апта бойы әшейін шаршаған болса, баяғыда күш жинар еді ғой. Бір апта шаршап жатыр ма? Расымен де бір түрлі екен. Я, бұның жауабын ешкім таба алмады. Талай билерге, батырларға айтып көрдім. Ешкім таба алмады. Енді үмітім сенде ғана. Ал мен қалай табам? Қайда барам? Не істеймін? Білмеймін. Батыр екеніңді дәлелдегің келеді ғой. Дәлелдейтін сәт туды. Жарайды. Бұның шешімін міндетті түрде табамын. Бұны не істесем екен? Қалай шешем? Не істеймін? Мүмкін олар ауырып қалған шығар. Иә, олар ауырып қалған. Мен дәрігер емес, батырмын ғой. Оларға қандай дәрі беру керек екенін мен білмеймін. Армысыз? Қалыңыз қалай? Ауырып қалдыңыз ба? Армысыз? Қалыңыз жақсы ма? Бұны шошытсам, ең болмаса орнынан қозғалатын шығар. Жау шапты! Жау шапты! Жау шапты! Хүй, бұл шынымен де ауру сияқты. Ешқайсысы қозғалғысы да келмейді. Қандай ауру дейтінімді де білмеймін. Түсім бе? Өңім бе? Шынымен жұмыс істеп жатқан сияқты.
Бұны да шошытып көрейін. Жау шапты! Жау шапты! Жау! 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 Не істейміз? Құзы. Жау шапты деп едің ғой. Неге тұрсың? Кешіріңіз, сізді шошытқым келмеп еді. Ешқандай жау шапқан жоқ. Мына ауылдағылар жалқауланып жатыр. Осылай шошысам да қозғалатын түрі жоқ. Шаршап жатқан болар. Өзің білесің, жұмыс ешқашан бітпейді. Ал сіз неге жұмыс істеп жатырсыз? Шаршамадыңыз ба? Мен шаршап жатып алсам, мына жұмыстарды кім бітіреді? Басқалар сияқты демалғыңыз келмей ме? Жұмыс біткен соң демалармыз. Аха, міне қызық. Ауыл тұрғындары неге шаршап жатыр десем, сол алманы жемей ақ тыныш жүре берсе болады ғой. Кешіріңіз, алма жегіңіз келмей ме? Жоқ, қолым бос емес. Бір тістеп көріңізші. Сөз қасың өзің, жоқ дедің ғой. Бір тістеңізші енді. Уақытыңды ала берме, сенсіз де уақыт жеткізе алмай жатырмын. Мынадан бір тістесеңіз кетем. Сөз бересің бе? Я, сөз берем. Әй, әкел алмаңды. Ой, менің демалуым керек. Неге? Ой, шаршадым. Артық сұрақ қойма. Жауап беретін шамам жоқ. Жұмыстарыңыз көп еді ғой. Істемейсіз бе? Жалқаулықтың себебі алма болды. Енді бір сұрақ қалды. Неліктен алма жалқауландырады? Қайда барсам екен? Әреге кіріп алмаларын тексеріп қайтайын ба? Не істеймін? Таптым. Алманы базарда сатады ғой. Сол жаққа баруым керек. Әйтеуір таптым ау. Әй, бәрін құртқан сендер екенін о бастан түсінім керек еді. Жалғыз өзім не істей аламын? Олар көп қой. Я, барлық жаман іске кінәл осылар ғой. Басқалар да қызық. Алманы жеуден бұрын жуу керек екенін білмей ме? Біздің жоспарымыз керемет екен. Мынаның түрін қараңдар. Әй, болды қайт. Өй, кет бұл жерден. Сөз ұғама мынау. Құрт көзіңді. Мынаның жанын көзіне көрсетейік. Бұл жерден мен емес сендер кетесіңдер. Мә, бізге берген алмаларыңды жеңдер.